Ой, саке, сіз не қатырасыз, тоймайды екенсіз. Тоймайым жігіттер. Мен мантыны жақсы көрем. Артын әдемі жауып тұрсыз. Ал Ареке, сізде жағдай қалай? Шүкір, бала бабында шүкір. Ой. Официант. Ареке, Ой. қазақ тілінде. Ой. Даяршы. Сәлеметсіздер, мен не заказ беремін? Қарындас, бізге бір порция жер татақ беріңізші. Баклажановый салат. Қарындас, сосын бізге 2 сары қисық. Саке, алыңдай. Маған бір бәдірен бере салыңыз. Ой, әдірен қалғыр, не жейін деп отыр? Рахмет қарындас. Ал, Сәке, тендерің құтты болсын. Тендерді ұтып алдым. Жігіттер білесіңдер ғой, маған ешкім отказ бермейді. Не? Тек арасында қатын бермей қалатын болса, қалған бәрі нормально. Я, Зеке, соңғы жаңалықтарды естіп жатырмыз. Ламборджини алыпсыз, құтты болсын. Ай, Ареке, осындайларды қайда естік баласыздар. Иә, алдым. Токалыма алып бердім. Дубайдан квартира алып бердім токалыма. Осыны бәйбішең біле ме? А менде бәйбіше жоқ қой. Сразу токал менде. Токал в тренде. Я, Саке, ақшаны не істедіңіз? Мен жігіттер вертолет алдым. Вертолет? Вертолет? Ой, асфальт қайда? Асфальт? Ой, асфальттың вертолетқа не керегі бар? Менде Сакең сияқты ламборджини сатып корабль алам. Дұрыс? Бұдырық қайттан суға кетіп қаламыз. Ой, ақшамыз көп болсын. Байончиктер жоқ болсын. Адам ғой олардың любой жұмысшылар. Көрдің бе? Жарты сағатта біле 5 адам жіберуге болады ғой. Больницасын басына көтеріп келдім ғой. Құрметті достар, қайырлы кеш. Бүгін бізде жаңа бағытта, жаңа түсірілім. Бізде бүгін қонақта Бодибилдер, мастер спорта Казахстана, Гран-прикс NBC4 Москва қаласында топ-10 мистер Юниверс, абсолютный чемпион Казахстана WBPF, чемпион Узбекистана, чемпион Казахстана IFBB, семьянин, отец 4 детей. Пятерых. Уже пятерых детей. Уже 6 детей. Красавчик, мотиватор, бизнесмен, просто супер человек, Актюбинска, Сагадат Салманов. И это все мы прочитали в профиле Инстаграма. Братан, өзіңді қатты жақсы көреді. Енді басында айтып жатты ғой, бодибилдинг, Өзбекстан, мына сөз мен туралы айтып жатырмын ба деп. Қош келдің, братан, көргенмен өте қуаныштымыз. Бұл жерде тек еркін тақырыпта где-то көріп жатқан көрермендерімізге где-то жақсы пайдамыз тиетін әңгімелеріміз болса, бізден бір нәрсе ұғып алсын деген ниетте, ары қарай кішкене. Сен, братан, мотиваторсың, по жизни мотиватор, Инстаграм, бүкіл жерде, вообще... Сен мотиваторың соншалықты 120 килограммдық адамды 60 килограмм қылып тастайсың ғой. До того, енді бізге бір мотивация бер жер. Керемет, мотивациямен бастайық. Мотивациямен, давай бастайық. Бірінші качкеге келді. Бірінші качкеге келді. Мотивация беріп жүрсің. Мынау не жүрсің? Бүкіл әлемге таралсын. Әумин.
барлығы иә ой солай бастау керек қой бастауы алла қалап бүкіл әлемге тарап жатса енді келесі одан кейінгі нелерді уже ағылшынша жаттап ағылшыншада жүргізе бересің ғой окей от души давай братан бір андай спортивный енді бүйтіп қол ұстап айқайлайтын шығарсыңдар жарыстың алдында давай сондай бір бірдемесе бізге үйретші чтобы бізге постоянно раз два три мотивация болады негізі енді біздерде былай ғой енді көбісі айқайлайды жаңағыда бүйтіп арқасынан иә сол ғой сол бірақ енді біз негізі өзімізді айқайламаймыз мен өзім жаңағы айқайламай істеймін да стиліңіз қандай сонда мен үнсіз барамын да аллаху акбар деймін да ұрып тастаймын болды адамдар шығып оны айқайлағанда біртүрлі да кәдімгі деп бүйтіп ұрып кәдімгі арқасынан ұрып жатады дым өзгермейді сөзі шыны керек баяғыда ауылда короче свет жоқ қой біздің ауылда свет жоқ давай мен оны оқып жатырмын біреу короче бір ағай алып келеді да не қояды ғой андай видео плеер сатып алып кино қояды бизнес 20 теңгеден кино андай кинолар жоқ простой кино айтамын оған жетеміз оның идеясы жетпей жүр ғой оған анау 20 теңгеден кино қояды біздің еще ода бір 5-6 кассет бар болды айналып қарай бересің ғой бітіп қалса самый главный жыбырлаған зат көрсең болды бір күні барамыз да енді ақша бітіп қалды ақша болмай қалған ғой менде осылай кіріп отырмыз енді болайын деп отыр ақша жинап жатыр ағай менде 20 теңге болмайды ертең келгенде әкеліп беремін десем ой жоқ шық деп мені қуып жібереді ғой үйіне үйге келемін деп сәнге мотивация үйге келемін таңертең пахан тұрды ұйқыдан паханға айтамын ғой короче маған 13 мың теңге тұрады видео не магнитофон сатып алып бердім ғой 13 мың бір түйе бірақ алып берші бір ай ақшаңды орнына қойып беремін оны оқимын сосын анау да енді пахана мен жыныма не істеді ғой все деді құлсарыға барды да келесі рейсінде немен айналысты жаңағы мал сатумен видео не алып келді сосын біздің үйде аулада нән сарай болды ана күтте бөлме болды да үйінде біздің үйде летний кухня болды сосын екеуінде сосын біздің үйде цветной телевизор болды свет жоқ тұр нән цветной еще әкелемін қоямын ғой 20 теңгеден қалада жездем түрмеде істеді 5-ші кассеттің неше түрлі пачкасымен келеді ғой қайта алмаймын менікі кинопарк еще өзім сол кезде не сатып жүрдім анандай соқтар сатып жүрдім жасыл алма груша дегендер болды ғой ақтөбеде шығатын соларды деген былай сатып стаканымен сатып бизнес тұрып жатырмын ғой сосын бір күні идея келеді ғой жаңағыдай бля сондай кассет алып келу керек деп красный сапчик деген болды ғой сол кезде соны тартып тұрамын ғой оны оқимын үйдегілер ешкім білмейді ағайлары бәрі келеді сосын бәрін жинадым да бір күні 40 теңге болады ана күні 20 теңге ағайларды жинаймын да айтамын ағай сондай кассет келіп тұр 12-де қоямын келесіңдер мен үшін ағай емессіңдер өзіңмен бірге алып келесің мен үшін ағай емессіңдер бірінші класстың баласы келе ма 5-ші класс келе ма разница жоқ деймін ғой енді жас баласың ғой енді оны оқисың ғой ақша тауып отырсың ана или айқай шығаратын болсаңдар кірмейсіңдер 12-де ағайы бар 10-ші класс анау 20 теңге ғой мынау 100 теңгеден ұрасың жетісіне бір рет бинго еще каждый жерде свод сайын қоямын красный шапочканы қоя бересің бәрі жаттауға келеді бір айда деген паханға ақшасын беріп тастамас ақшаның өзін жинап алғансың вечер жаңағы школ бітірген киім пахан қонақтар бала красный шапочка ұрып жатыр айтайын деген жаңағы бір 20 теңге үшін ананы бизнес жауып қалдым красава сөйтіп қанша адамның бизнесін жауып кеттің вообще өмірде сондай болды мен бұдан да қатты алып кетемін жауып көрген жоқпыз енді бірақ енді бірақ сондай содан асып түсіп мен мысалы баяғыда жақсы мінез ғой бұл мен мысалы баяғыда түріктерде істедім терезе шығаратын неде сосын істеп жүрміз бля бір күні короче братан деген андай начальник не болды цехтың начальник кілт сода складтың бәрі адал ғой братан мен өз ұрлау деген бізде қасиет жоқ жаңағы пахан үйретіп салған кішкентай кезінде қорқасың бірдемеден ұрсат салуға біреулерден енді әңгіме естіген шығар бля бір күні келеді да братан машинаны аш дейді ғой багажник тексереміз дейді братан бар ашып жатыр ғой мен жүгіріп барамын да қалғым жабысамын түрікке енді адалмыз ғой біз бля сука давай жақсы кеттім жұмыстан шығып кетемін ғой мен саған конкурент боламын деп
бүйтіп көк беттік қой енді былай қарасаң характер ғой енді жүріп қаңғып бүйіскен алтын сосын жаймен қой мынау не жасап кетті біреу 2 терезе жасап берші дейді сосын басқа жерден барып материал сатып алып 2 терезе жасаймын сөйтіп басталып кетті ғой сосын ана түріктен қайттан барып материал алып жүрдім бір айдан кейін ба жаймен жүріп жатыр шаруам анау сатпаймын дейді маған не сен маған конкурент боласың дейді қызғанып қалды иә конкурент боласың дейді да мен айтамын қалай сен бір күнде 30 терезе жасайсың мен бір айда 10 терезе жасаймын қандай конкурент ой жоқ кетіп қалдым басқа жерден варианттар шығады да арзан вариант орамын бір жылдан кейін аналар банкрот болып қалды үй саламыз деп мындай үлкен тендер болған ғой иә үй саламыз жерден саламыз дейді да банкрот болып қалады короче маған звондайды бір жылдан кейін материал еш деп қарасам звондаймын мен күтті офис болды кеше суретін салдым инстаграмға баяғы офисінде жиырмекіден кел офиске деп қойған ғой офисте былай отырсың ғой түрік келеді қарызға дейді без проблем ше қанша керек деп қоямын ғой анаған бір складын толып тұрған сияқты сол ана сол кезде айтқаным орындалды да өзіме мен саған конкурент анау сөзін боласың деді мен айттым жынданып боламын дедім де кетіп қалдым да задор істедім рахаттанып келгенде анау келгенде кайф болды да сен любой нәрсемен айналысып кете беретін сияқтысың бұл кісінің егер историясына не істейтін болсаң да бұл кісі біраз нәрсемен айналысқан иә естідік қой да немен да итпен да итпен айналысқан ит төбелестірген короче елді жоғалтады ит еккен машинамен жарыстық ойбай соңында деген 200 бенге атып артын лақтырып сосын қойдым ғой любой нәрсемен айналысып кете беретін сияқтысың иә еще айналысқанда до конца точкасын қойып сол айтамын мына вообще негізі просто былай ғой енді адамдар көп адамдар ақшасы бар адамдар да бар да айтқым келеді иә ана нені бірдемені бастайды да давай етпейді да негізі бірдеме мен мысалы адамдар кейбіреулер качкеге келеді да бля бауырым сен не үшін качка етіп жүрсің сен туралы айтып жатыр сен ұрасың ғой качканы для себя дейді мақсат болу керек қой енді адам для себя дегенде де сен для себя хотя формаң болу керек та біздікі для себя ғой сен сияқты жарысқа шықпаймыз дейді вот для себя формаңды істе хотя битісің шығар иығыңды шығар иә әдемі болып прессіңді шығар для себя а ол келеді телефон шығып анаумен сөйлесіп мынаумен ананың нервісіне тиіп жүреді ол для себя емес ол просто воздухқа жүр уақыт өткізу керек емес уақыт өткізіп жүр да мысалы машинаны бастаған кезің элементарно да машинамен айналысатын адаммен общение жасасаң бастайсың общениеге байланысты ғой мысалы качоктармен общение ұстайсың ба өзі по-любому сен уже соған тартыласың иә тартыласың по-любому тартыласың ол деген жақсы сұхбат болып жатыр енді не жаңалық болып жатыр басқа жалпы өмірде не жаңалық болады қызықты короче мен сендерге бір жақсы жаңалық айтайын жақсы жаңалық дегенде ол қатты жақсы емес бірақ барлықтарыңызға белгілі инстаграмда зтб каналы бар білмеймін енді кімге қалай екенін маған мен бұл жаңалық үшін бір жағынан ұялдым глава Минздрава заявляет что Казахстан занимает 10-е место в мире по употреблению алкоголя. 10-шы орында тұрмыз ғой, прикинь, Қазақстан. Әлем бойынша 10-шы орында алкоголь ішу деген енді бір 9-ны жегсек. Шамалға бірінші орын болған. Иә, майда бар ғой, 9-шы орында алып беремін өзім. Жоқ. Ораза бітсін де. Ораза бітсін, железін. Мен бұл жаңалық үшін бір жағынан қатты ұялдым. Мысалы бізге деген қатты ұят қой мысалы. Иә, бізде наоборот мына 10-шы орында бүйтіп тұру керек. Ақтөбенің жолы қазақ әлем бойынша 10-шы орында тұр десе, онда әңгіме жоқ. Иә, в общем, мынандай жаңалық бар. Мынандай жаңалық естідім, короче. Қытайда ол жақында болған емес, бірақ андай необычный жаңалық та. Қытайда, короче, ұрлық жасаған адам саусағын кеседі ғой, короче. Короче, елу келіп қалған ба кісі екен. 8-ші саусағын кесіп отыр екен, прикинь. 2 саусақ қалған осылай. Екі саусақ алған ойлап. Сол мен ұрлап жүр ме? Жоқ, мен сол 8 саусағын кесіп отыр. Жаңалыққа шығып отыр. 8 саусағын кесіп отыр деп ұрлық жасап ойлап қойшы. 2 саусағын алдырған бұрын шығып қойсын. Бұлар ойлап қарашы. Ебай, бір кесіп айтып ойлап қарашы. Да нихуя, 2 кесіп ойлап қарашы. 3 кесіп. 8 саусақ кесіп тұр. Андай садам мазохист шығар, жақсы көреді. Ойлап қарашы. Тапта осында адам қалай деймін да, саусағын айырып жатса да ұрлық жасап тұр ғой, до конца ойлап. Вот братан, сен сияқты до конца. Мынадаймен іші 2 покрышка көтеріп. Андай ұрылар бар ғой, яғни ұрылар. Олар деген тоқтамайды. Қанда бар ғой. Бір екі ұрыны ма алып шығады да эксперимент жасайын деп бір неге апарып тастаған островқа. Үй салып берген жағдай бәрі бар. Аңдаған қарап. Терезе. Қараса. 2-3 күн жүрген өз шыдай алмайды, ұрлағысы келеді ғой. Үйден бірдемені алып шығып, сыртқа барып, ана остров қой. Bir талдардың арасына барып тығып қояды дейді. 2-3 күннен кейін келіп ананы алып ана жаққа тығып қояды дейді. Өзінен өзі ауру да, ұрлайды просто. Адам ауру болып тұр, значит. Сондай ғой. Андай болған шығар, бір саусағын кесіп тастайды ғой.
бля мына жақта төртеу нефть ғой мына вообще не по тем бля мынаны жоқ қой мына вообще керек ерсіліңіп кетіп тағы 2 рет ұрлап құлағын шыққан құлағын мұртыққан видео түсірді қарашы 8-ші салсам кесіп 9 бен 10 қалды ғой екеуі енді не айтасыз рахмет судья рахмет деп ше жақсы әңгіме айтқан сияқтымыз давай енді бір кішігірім ойындар бар бізде қиын ештеңе жоқ контакттың ішінен бір адамды таңдаймыз біз қазір 5 сөз береміз ғой саған иә сол 5 сөзді пайдалан 5 сөз пайдалансың ғой әңгіме айтып жатасың да бір арасын тығып жібересің ғой нефть қудыртасың ба әлімжанды телефонды алмайсың мен неде душтамын қазір голый тұрсың ба не не ладно көріп тұрған жоқпын ғой ана жаңа мен клиентім бар ғой кім еді ой Айнұр ма мана біреуінің протез қалып қойыпты ғой іште не салып қойыпты протез көрген жоқсың ба протез жоқ көрген жоқпын ана ненің кроссовердің қасындағы ненің ішіне стаканға суға салып қойған ғой мана көрген жоқсың ба жоқ көрген жоқпын таңертең нешеде барасың залға жетіде келемін мен бүгін үйде таңертең телевидениеге барамын ғой мен үйге баратын шығармын сен соны ана станоктан алып протезін шайып жуып не істеп ертең дайындап қойшы иә алып қойшы неге рецепшнге қойып қойшы сосын ана не шекер проблема болып дейді ғой қалада жоқ серьезно қумашы бля шекер алып қойыңдар бір 2 қапшық сосын сен ішің ауырғанын қойды ма не істеді ішім ауырып тұрған жоқ қой не ішің алдында ауырып жүрген жоқ па не жоқ ішім ауырып жоқ егер де не кәдімгідей ауыра берсе не мен неге апарып қойдым неге жаңағы дәрі жаңағы неге фитнесте бар клизма жасайтын сонымен сонымен бір жасасаң клизма нормально болады апокалипсис болып қаласың ғой сразу айтпашы мотоцикл қайда мотоцикл бая сен авария болған братишкам сатып жүр ғой сатып жібердің ба не ладно онда душтан шығып киініп ал апокалипсис сага братанға бір қошемет соқпай енді талай қазақстанның ақтөбенің атын шетелде қорғап жүрсің ғой братан ұртқанда жолың болсын бұйыртса 28 бір сұрақ братан ана жағатын не ол аты қандай краска ғой Оленя. бұрындары май болды ана мен басқа федерация шығып жүрдім ғой май жағады үстіңе жағады баяғыда май жағып сразу шығып бодиға кіреді ой баяғы жаман еді мынау деген бодибилдинг братанға сюрприз боди массаж О, бодибилдинг деген фигураның әдемілігін көрсетеді ғой. Андай бар ма? Жарыс, типа, наоборот, ең некрасивый, самый некрасивый тело. Соған қатысайық деп одан да кәдімгі бодибилдингке қатысу керек не азып жүрсің деді көп қой бля қазір неше түрін шығарып жатыр ғой басында мынандай болған ғой бодибилдинг тек бодибилдинг болған жаңағы біз сияқты трус емей шығады сосын жаңағы ұзын балдар болады ғой олар жұқалтақ болады ұтылып қалады бәрібір мен мысалы 95 килограмм әлімжан 95 килограмм иә бойы ұзын метр 80 екеуміз шықса 10 миллион ұтып қалады бодибилдинг сосын олар ұтыла бергесін шанс жоқ болғасын тапалдар ұта береді ғой оларға жаңағыдай шорт емей шығады жаңағы мэнс физик шорты пляжный просто дене көрсетеді андай модельдер сияқты да бүйтіп жұқалтақ жұқа әп әдемі болып тұрады а біздердікі уже уродство ғой напрягать еткенде аналар сияқты күліп тұрмаймыз ондай сосын андай қысқа шорты бар ол да тоже шамалы недоношенный болып түрлері оларға прикол ұстаймыз ғой недоношенный бодибилдер мэнс физиктерге а егер вообще андай братан стринги киіп келіп жатыр болса ол сенен де мықты значит жұмысқа шығып па деп ондайды жапырақпен кетіп жатыр Вообще потолок. жоқ ол жюри дейсің
андай болмаған жоқ па случайлар? Жарысқа барыпсың, краскілең болдың, даптайсың, үйіп қарасаң сумка ішінде трусың жоқ. Бля, Өзбекстанға барамын ғой мен жарысқа. Жаңағыдай ситуация бар, бір өзбек 100 килограмм. Бля, запас бар ма дейді, мен де запас ұстап жүремін. Жаңағыдай, на всякий случай. Жоғалып қалады, жыртылып қалса деген запас болады менде. Өзі қасында ілмейді тұрған қасында. Анау сұрайды, мен айтамын, мен түрме қарашыш, 75 килограмм, сен 100 килограмм саған сыймайды ғой дейді. Менде бар базар, саған сыймайды дейді. Күледі кетіп қалды. Что солай ғой, сыймайды ғой. Трек көріп Yo, I'm deep in the game, yeah, so you best know my name, yeah. Fuck all the money and fame, yeah, I'ma keep doing my thing, yeah. I'll be the best in the game, yeah, everybody knows my name, yeah. Fuck all the money and fame, yeah, that shit is so overplayed, yeah. Parties, they all look the same, yeah, Barbies, they all look the same, yeah. I'm here to change everything, yeah, I'm here to change up the game, yeah. Can't lock me up in a cage, yeah, I should be on center stage, yeah. Popping off like I'm champagne. Сага Джим. Все для настоящих мужчин. Қытай ойын ойнаймыз, ойын қиын ештеңесі жоқ. Бір бокалдан бір бокалға су құямыз. Кім төгіп алады? По чуть-чуть құямыз. Кім төгіп алады, сол ұтылады. Ұтылған адамға наказание береміз. Наказание, походу, қазір ойлап табамыз. Кім ұтылғанда байланысты? Давай, Сака, басқа. Жоқ, қиын ештеңесі жоқ. По чуть-чуттен құямыз міне. По очереди кете берейік. И жайлап, ну да толтырып болады, жайлап сразу күтте. Щедрый же, оп, бәрекелді. не істейсің, созып, жылап, келді. Саған жететін сияқты ғой. Мен қазір өзімнің арамдық нелерімді қосып. Болды, Аржан, давай. Болды, високо попал ғой. Бұны точно. Бірада қайт тұрасың ғой. Саған точно келетін. Но братанға келмейді. Жігіттер, о менен бітеді. Я Аллам. Короче, ойын біздің мақсатымыз, короче, Сага братан отылу керек, короче. Қарап Нормально. Екінші орын алдың ғой? Давай, ал, не ол, не істеймін, шалбан ба? Жоқ, мына судың бәрін ішіп тастайсың, бір глотокпен. Оши. Сен көмектесіп отырсың. Давай, кеттік. Басқалар Бір дыханиемен. 1, 2, 3. Құрметті достар, біздермен бірге болған Сага братан. Денелеріңізді күтіңіздер, әп-әдемі болыңыздар, қартаймаңыздар, жас болыңыздар, мотивацияларыңыз мықты болсын. Пайдалы тамақ ішіңдер. Пайдалы тамақ ішіңіздер. Жақсы демалыңыздар. Братан, рахмет көп. Аман бол, сау бол. Мынау асықпай ішіп жатқанша Қытай әңгіме айтып отыр. Бөліп бізге керемет Инстаграмға сұхбат тіркеліңіздер, каналға тіркеліңіздер, лайк, комментарий бәрін білгендеріңізді. Жанұяларыңызға тек қана жақсылық тілейміз, бақыт тілейміз. Саламат, қазір соңғы рет айтып жүрші. Суды көп ішу керек. мынау 4 баланың көз жасы ғой. Рахмет, братан, от души. Аман бол, сау бол. Уақыт келген үшін саған от души